Сонда өзі мұқтаж болып тұрған кісілерге Аллах тағала құрбандық шалуды жүктемейді. Құрбандық кімдер шалылады, қандай адамдар шалылады, соған бір тоқталып кетсеңіз. Бізде осы құрбан айт мерекесі келді деген кезде барлығы бірдей мына ақылда, санамызда құрбандық шалу керек деген мәселе тұрады. Кімге зекет беру парыз болған болса, соған құрбандық шалу уәжіп, міндет. Ал енді жағдайы әл ауқаты керемет, тұрақты айлығы бар кісілерге де құрбандық шалуға міндетті. Ал енді ешқандай бір айлықтан бір айлыққа зорға жүрген, өзі үй жалдап жүрген, жағдайы төмен болған, сонда өзі мұқтаж болып тұрған кісілерге Аллах тағала құрбандық шалуды жүктемейді, міндеттемейді. Бізде кейбір жалғыз басты аналар, мысалға да, жаңа әкесі жоқ балалар, мысалға, сонда әрекет етіп жүреді, құрбандық шалуым керек, бірақ құрбандығым менің жаңағы ешкіге ғана жетіп тұр, немесе қоз алу ғана жетіп тұр, сол қозы ниетім ғой, қозыны шалып жіберсем бола ма құрбандық ретінде? Жоқ, олай емес. Сізге егер ақшаңыз өте төмен аз болатын болса, сізге құрбандық шалуға міндетті емес. Міне. Одан кейін құрбанның етін тарату мәселесінде де осындай бір кейбір келісімдер бар. Мұның мұқтажы бар жетім жесірлерді іздеп кетеді көп адам. Бізде қазақта керемет сөз бар, дария тасыса дейді, бірінші жиегін су алады, ауылды емес дейді. Айлығың тасып, дәулетің тасып бара жататын болса, саған құрбандық шалу міндет болатын болса, онда бірінші ағайынға қарасу керек. Ағайынға көмектесу керек. Ағайынға көмектессең, ағайынның саған деген қызғаныш сейілімізі, саған деген жаңағы барлығы сейіледі, сені жақсы көріп бастайды, саған деген көз қарасы, саған деген былай айтқанда мінез құлқы барлығы деген өзгереді. Сондықтан бұндай қайырымдылық үйлестіретін кезде, садақа беретін кезде меніңше ағайынға жақын болу керек. Одан артып бара жатса, мұның мұқтажы бар кісілерге айналадан бастау керек қой, айналадан бастау керек.